Қазір біз бір сөйлемді түсіндіреміз. Ва юлхақу бил мусанна дейді. Екілікке мүлхақ болады. Мүлхақ, юлхақу деген қосылу деген сөз ғой. Екілікке қосылады мусаннаға. Яғни мүлхақ болады, қосылады деген мағынасы екілік өзі екілік болмаса да, мусанна болмаса да, бірақ мусанна сияқты иғрапталады деген сөз. Иснани, иснатани ва кила ва килта осы сөздер мудафайни лиддамир егер дамирге қосылса дейді. Иснани деген сөз және иснатани деген сөз және де кила деген сөз және килта деген сөздер егер де мына екеуі дамирге мудаф болса, осындай жағдайларда не істейді? Осы сөздер екіліктің иғрабымен иғрапталады, өздері екілік болмаса да. Енді сұрақ туындайды бізде, неге бұлар екілік емес? Иснани ва иснатани деген сөздер не үшін екілік емес деген сұрақ туындайды. Екіліктен қай жері кем? Не үшін екілікке жатпайды? Не үшін екілікке мүлхақ деп айтамыз бұларды? Бұлар не үшін екілік деп айтпаймыз деген кезде жауабы, өйткені бұлардың муфроды жоқ. Осы сөздерден, осы лафыздан, осы дыбыстан. Яғни иснани дегеннің жекешесі муфроды жоқ. Мысалы, иснанидың жекешесі вахид деген сөз. Бірақ осы лафыздан, осы дыбыстан исн деген мысалы муфроды жоқ. Ал екілік деп саналу үшін бұлар не болу керек? Бұлардың муфродтары болуы керек. Иснатанидың да муфроды жоқ, киланың да муфроды жоқ осы лафыздан, осы дыбыстан. Килтаның да муфроды жоқ екен. Бұлар сондықтан муфродтары болмағандықтан осы лафыздан, осы дыбыстан. Бұлар мусаннаға жатпайды. Бірақ мусаннаға не болады? Юлхақ. Мусаннаға мүлхақ болады. Мүлхақ болады деген мағынасы мусанна сияқты иғрапталады. Яғни роф кезінде алифпен, насб кезінде, жар кезінде яймен иғрапталады деген сөз. Мен мына жерді түсіндірейік. Вакила ва килта мудаффайни лиддамир. Кила және килта деген сөзіміз егер дамирге мудаф болса ғана, шарты не? Кила мен килтаның мусаннаға мүлхақ болуының шарты, мусанна сияқты иғрапталуының шарты, кила және килта деген сөздеріміз не болу керек? Мудаф болу керек. Не нәрсеге? Дамирге. Қандай дамирлерге? Екіліктің дамиріне. Хума деген сияқты. Мысал берейік. Мысал не жақта кітапта берген, астында түсіндірмесінде. Бұл түсіндірме кейбір жерлерде болуы мүмкін, кейбір жерде болмауы мүмкін. Бірақ мен кітабымда бар екен. Мысал берген. Хадара талибани килахума. Келді талибани оқушы, килахума екеуі де келді десеге, осы жерде кила деген сөзіміз не істеп жатыр? Мудаф болып жатыр дамирге, хума деген екіліктің дамиріне. Өйткені бұл кила және килта деген сөзіміз мүлхақ болу үшін, мусаннаға мүлхақ болу үшін, мусаннаның иғрабымен иғрапталу үшін не істеу керек? Мудаф болу керек дамирге. Любой дамирге емес, қандай дамирге? Екіліктің дамиріне. Хадара келді талибани килахума екеуі де келді. Бұл жерде роф болып тұр. Роф кезінде не болып тұр? Алифпен иғрапталып тұр. Хадарат талибатани килтахума. Екі студент қыз екеуі де келді деген кезде келді екі студент қыздың екеуі де. Килтахума дегенде алифпен иғрапталып тұр. Роф болып бұлда. Саалту талибайни килайхима. Килайхима деген не болып тұр? Насб болып тұр. Насб кезінде яймен иғрапталып тұр. Екілік иғрапталған сияқты. Саалту талибатайни килтайхима. Екі студент қыздан сұрадым. Бұл жерде де насб болып тұр яймен. Бахасту ани талибайни килайхима. Екі студентті іздедім дейді. Килайхима деген бұл жерде
жар болып тұр еймен. Яғни мүсәнна сияқты жар кезінде ей болып тұр. Бірақ мүсәннаның еуропмен еуроптауының шарты не болып тұр? Мына дамирге не істеп жатыр? Мудоф болып жатыр. Ал дамир болмасашы, дамир емес нәрсеге мудоф. Бахасу ани толибай тайни килтайхима. Екі студент қызды іздедім дейді. Енді бұл дамирге мудоф болған кезде шарты не екен? Дамирге мудоф болу керек екен. Мүлхақ болу үшін мүсәннаға екілікке. Ал дамирге мудоф болмаса не болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол сұраққа да жауап бере салайық. Мына жерде жауап беріп қойған, өйткені біз жауап бермейміз, осыны аудара саламыз просто. Ва әмма дейді. Ва әмма егер де дейді. Иза жаат хатани калиматани мудафатани ли исми зохир. Бұл екі сөз, яғни кила деген екі сөз исм зохирге мудоф болса. Исм зохир дегеніміз дамир емес деген сөз. Дамир емес кәдімгі сөздерге исм зохирге мудоф болса, ламил хақа біл мүсәнна. Ондай жағдайда мүсәннаға мүлхақ болмайды дейді. Мүсәннаның еуропымен еуропталмайды деген сөз. Валакин юрабани юрабал исмин мақсур. Исм мақсурдың еуропымен еуропталады дейді. Исм мақсур бізде не еді? Соңы алиф болған исімдер ретінде. Исм мақсурлар алифі ешқашан өзгермейді. Роф насб жар кезінде бірдей болып тұра береді. Бер харакати мұқаддареті анил алиф рофқан насбан жарран. Жар насб роф кезінде алифтің жасырын тұрған харекеттермен еуропталады алифтің үстінде. Мұқаддара тағдири харектер. Мысалы, хадара келет талибайни. Келді екі студент. Кила дегеніміз не болып тұр бұл жерде? Фаал болып тұр. Кила дегеніміз фаал, марфуқ, аламату рофихи, даммату мұқаддаратын алиф деп айтамыз. Ано кила дегенде алифтегі тағдырдегі дамма болып кетті. Роф белгісі тағдырдегі дамма болады. Қобалту кила талибайни. Қарсы алдым екі студентті. Осы жерде талибайни, кила деген сөзіміз насб болып тұр, өйткені бұл мафғул бих. Насб аламат насбихи фатхатун мұқаддаратун ала алиф. Алифтің үстіндегі тағдырда жасырын тұрған фатха ол алиф насб белгісі болады. Бахасу ан кила талибайни. Кила дегеніміз мәжрур болып тұр, өйткені жар харекет келіп тұр. Кәсірәти мұқаддара тағдырдегі кәсірамен. Алифте тұрады ол. Солай, яғни мақсурдың еуропмен еуропталады екен. Егерде істесе дамир емес нәрсеге мүлхақ мудоф болса, исм зохирге мудоф болса. Міне бір ғана сөйлемнің мағынасы осындай екен. Бұдан да терең қазуға болады негізінде, бірақ бізге әзірге осы жетеді.